Тоғыз. Көтердім. Мә, мынаны да көтер. Жоқ басқа. Жүр. Ей, Арман. Көке. Орақ қайда? Көкемнің орағын алам ғой. Қандай орақ? Бір зат шаласыңдар да. Қайтып әкелуді білмейсіңдер. Міне көке. Өзім апарып берем деп тұрғам. Қолым босамай жатыр да. Көке, ассаламалейкум. Уағалейкум сәлем. Көкені шақырайын ба? Шақырсың. Көке, келсеңші карта ойнайық. Немене? Карта ойнайық дем екі. Оттама, менің қарт ойнағанды қашан көріп ең? Жай сұрағам ғой ойнайма деп. Қарт ойнағанша жұмыс істемейсіңдер ме? Жұмыс жоқ қой көке. Бар болса істейміз да. Иә. Жұмыс істеймін деген адамға жұмыс көп қазір. Қойыш көке, қайдағы жұмыс? Негізі бар ғой көке. Біз бар ғой, жұмыс істемей-ақ баюымызға болады ғой. Жеріміздің асты толған байлық, жағдайымыз болса мынау. Сендер осылай отыра берсеңдер. Сол байлық өзі шыға ма? Әрекетке берекет деген. Әрекет етпейсіңдер ме? Енді көке, әрекетін істейін десек, условия жоқ қой? Соны айтам. Ашығын айтқаны бар ғой. Мына мемлекет біз үшін еш нәрсе істеп жатқан жоқ қой. Сен өзің мемлекет үшін не істеп отырсың? Әлде мына картаны мемлекет үшін ойнап отырсың ба? Ай, бахош. Осы бір темекіңді қоямын дегеніңе 10 жыл болды ғой. Қоям көке, құдай қаласа. 10 жылда бір темекіңді қоя алмай жүріп, бір күнде бәрін өзгерткің келе ме сонда? Жоқ бар екен? Жоқ. Арман, Дана Абайдың не айтқанын білесіңдер ме? Не деп та бекең? Есектің артын жудан мал тап деген. Қойыншы. Шілей артын жу демеңе жар енді. Күлесіңдер ай. Сендер үйістік күліп отырғанда, осы көшедегі қанша адам 3-4 малдың арқасында жағдайлары жақсарып кетті. Қойыңыз. Алысқа бармай-ақ қой. Мұна көршің. Сәрсенбайға қарасаңдаршы. Сәрсенбайдың 3 трактор бар шөп таситын. Иә. Ай, сол трактор өзі түстім аспаннан. Маңдай тердің арқасында келген жоқ па? Басында бір сиыр, шақ қойы бар еді. Ал қазір қаншама малы бар? Ой, қазке өтті ғой. Сәрсенбайың адам танымайды қазір. Ой, жағдайын жасап алған ғой. Болмаса мына Шухратқа қараңдар. Ой, көке. Шухраттың 2 гектар жері бар ғой. 2 гектар жерім болса мен де істейтін едім. Істейді. Әй, шырағым. Сен 2 гектар жерді не қыласың? Алдымен анау есігінің алдындағы алақандай жерді игеріп алсайшы бірінші. Бекерге арам шөп басып жатқан жоқ па? Арман, сенің кім екеніңді мына үйіңнің сыртына қарап-ақ білуге болады. Негізі бар ғой, өзбектерің егіншілікке жақын келеді ғой. Сондай олар. Ата кәсібі соғы көке олардың. Сенің ата кәсібің не? Біреулерді сыртынан келе кетіп күлу ғана ма? Әлде қарт ойнау ма? Ойыңыз көке. Неге осы әңгімені Шухрат пен Сәрсенбай айтпайды? Себебі олардың бос сөз айтуға уақыттары жоқ. Болды көке. Бастаймыз. Келесі жылы. Пап, мам сізді шақырып атыр. Қолы бос емес, жұмыс істеп атыр деп айт. Шарайды. Қыбырлаған қырасар деген. Асамыз көке, асамыз. Солай ма бақош? Құдай қаласа, асамыз ғой. Не ол? Қазір қарты ойнап ерігіп отсыңдар. Осыны көрген балаларының ертеңі не болмақ? Бала айтқаның демес. Көргенін істейді. Ұрпағым адал болсын десеңдер, ауызды жыбырлатып сөйлей бермей, қолдарыңды қимылдатып адал кәсіппен айналсыңдар. Бір ауылдың адамымыз. Біреуің ағайын, біреуің көршімсіңдер. Жаным ашығаннан айтам да, қандай рахат заманда өмір сүріп жатсыңдар. Біздің заманды Құдай бастарыңа көрсетпесін. Мен бала кезде
Әкеміз соғыстан оралмады. Анамыз болса, 9 баланы жалғыз өз асырауына тура келді. Күнді кешке шашының арасына тығып алып келген бір уыс бидайын киіздің үстіне шашып жібереді. Біз 9-ымыз әлгі шашылған бидайларды бір-бірлеп теріп жеп, амалдап осы күнге жеткенбіз. Қазір не жегім келеді? Бәрі бар. Тек еңбек етсең болған. Ей, балаларым-ай. Егер елдің бай болғанын қаласақ, мына елге масыл боп отыра бермей, әр қайсымыз еңбек етуіміз керек. Осыны есте сақтаңдар. Көке күшті айтты ғой, ә. Тарыш, Тосик. Тарыч. Қойшы. Қайда кеттің? Ойнамай. Ей, жалынамыз ба соған? Кел екеуміз ойнай береміз. Сөйтейш, өзің тарач. Ойнамаса қойсын.